Сәлеметсіздер, құрметті қатысушылар, көрермендер және әділқазылар алқасы. Мен Еркін Әулбеков атындағы нөмірі 4-ші облыстық мамандандырылған мектеп-интернаттың 7-ші А сынып оқушы Тасболат Үнжу. Мамандықтар әлемін ашамыз республикалық байқауында облыстық кезеңінде болашақ мамандық номинациясы бойынша мен өз жұмысымды сіздерге ұсынамын. Осы бір видеороликке бір назарымызды салсақ. Мен цифрлық шудан шаршадым. Яғни қарайтын болсақ, бұл видеороликте не көреміз? Біздің алдыңғы өміріміз, тіпті 10 жылдық, 20 жылдық өміріміз цифрлық әлеммен, яғни IT-мен тікелей байланысты. Осы кезде адамдар цифрлық әлеммен шаршап, өзінің күйзеліске, стресске түседі. Дәл осындай сәтте бізге қолдау білдіретін адам керек деп отырып, мен бір мамандық ойлап таптым. Бұл мамандық жасанды интеллект пен цифрлық трансформацияны адамға бағытталған тәсіл арқылы жасап шығарылды. Бұл мамандықтың атын келесі беттен бірге көре аламыз. Бұл мамандығымыз бізде эпатикалық архитектор. Бұл мамандық кім, не істейді және қалай жұмыс жасайды? Осы сұрақтарға мен өзектілігі арқылы және кіріспе арқылы жауап берсем. Бірінші кіріспе. Эпатикалық архитектор бұл бізде адамның жай-күйіне жұмыс жасайды. Осы кезде мен ойладым. Психолог дейтін мамандық бар ғой, неліктен бізге бұл мамандық керек? Бірақ мен осы мамандықпен тікелей сөйлесу арқылы осындай сұрақ қойдым. 2026 жыл, ал 2040 жылда осы мамандық пайда болса, сіз егер психолог сияқты боласыз ба, әлде психологтан артықшылығыңыз қандай деген кезде бұл мамандық иесі маған, мен адамдарға жайлы атмосфера сыйлайтын, түстермен қамтылған қабырғалар және дыбысы бар режимдер орнатамын. Яғни айтқанда мен психолог емеспін, мен оператор болып жұмыс жасаймын. Мен психологтан ең басты өзге ерекшелігім адамдардың шоғырлану екенін анықтап, оларға хабарлама беру арқылы олардың жан сезімін түсінемін. Егер сіз оператор болатын болсаңыз, неліктен жасанды интеллектпен жұмыс жасамасқа, неліктен сіз орныңызда роботтар жұмыс жасамайды деген сұрақ қойған кезде, адамның жаны адамға да түсінеді. Адам секілді жасанды интеллект ойлана алмайды деген сұраққа маған жауап берген кезде мен түсіндім, неліктен эпатикалық архитектор қолдануымыз керектігін. Яғни бұл мамандық бізде адамдардың стресстен арылуына, тіпті психологиялық шабуылдан аман алып қалуына көмектеседі. Яғни айтқанда өзектілігі бізде кибершабуылдан бөлек психологиялық шабуылдан аман алып қалу. Және қазіргі кезде көптеген даму орталықтарында, мектептерде, үлкен мекемелерде адамдар стресспен, агрессиямен жүр. Неліктен десеңіз, цифрлық әлеммен. Яғни бұл қалай десеңіздер, цифрлық әлем біздің қолданатын гаджеттеріміз, ұялы телефондарымыз, мұның барлығы біздің психологиямызға зардабын тигізеді. Дәл осы кезде эпатикалық архитектор мамандығы бізге көмектеседі. Яғни айтқанда, бөлме қараңғы болған жағдайда біз тек телефонмен, гаджеттермен отырамыз. Бұл біздің миымызға, көзімізге, денсаулығымызға әсері өте көп, бірақ біз оны байқамаймыз. Ал осындай кезде біз қап-қараңғы түнекке кіріп кеткен сәтімізге бізде эпатикалық архитектор бөлмені жарықтандырып, бізге жылы дыбыс шығарып, яғни табиғаттан тосамаған, мүмкін сылдырып алған бұлақтың дауысын, дәл осындай секілді дыбыс шығару арқылы бізге көмектеседі. Яғни айтқанда эпатикалық архитектордың басты міндеттері бөлме қабырғаларын түсін өзгеше қылдырып, адамдарға жайлы атмосфера сыйлап, және дыбыс шығарады. Қандай дыбыс десеңіздер, адамның көңіл күйіне қарай, адамға қандай ұнайды, осы арқылы әр оператор әр адамның жұмыс жасайды. Келесі бетке өтетін болса, бізде келесі бетте қарайтын болсақ, оператор дегеніміз бұл бізде басында оператор қандай? Оператор әр адаммен сөйлеседі. Бірақ біздің операторымыз ерекшелігі әр адаммен зейін салып сөйлеседі. Яғни айтқанда әр адамның көңіл күйі, ол психологиялық тұрғыда қандай адам, ол нені ұнатады, қандай жерде болғанын ұнатады, осының барлығын зерттейді. Архитектор дегеніміз қазіргі кезде, яғни бір жоба, проектті жасайтын адам. Ал біздің архитекторымыз адамның бағандағы оператордың міндетіне ұқсас, яғни айтқанда архитектор дегеніміз
бір ғаламның түсіне сендіріп, адамға жайлы атмосфера жасайды. Осы екі жұмыс қосылғанда және психологиялық тұрғыдан адамды түсіну бағдарламасымен қосылғанда бізде эмпатикалық архитектор мамандылығы пайда болды. Келесі бетке өтетін болсам, бұл қалай жұмыс жасайды? Осыған толықтай жауап беремін келесі бетпен. QR код арқылы сізге көрсететін болсам, яғни осы QR кодқа кіреміз. Бұл жерде бізде Gemini платформа арқылы біз өзіміздің бағана архитекторымыз қалай жұмыс жасайды. Яғни айтқанда, әр адамның телефонында осындай платформа болады. Әр адам өзінің цифрлық әлемде шаршаңқы сезінген кезінде мазасызбын, мысалы мен бүгін мазасыз болып тұрсам, мазасызбын деген платформаны басам, дәл осы жасыл түске боялып, тау өзінің сарқыраған дыбысын шығарады. Бұл, яғни айтқанда, бұл маған шығарып тұрған мүмкін сізге басқаша шығарады. Неліктен басқаша шығарады десеңіздер, ол сіздердің күнделікті қай жерде шоғырланып жүресіз, қандай зат сіздерге ұнайды, осының барлығын тікелей зерттейді. Бұны келесі бөлімдегі QR код арқылы көрсетсем. Міне қарап отырсаңыздар, бұл бізде бұл Қызылорда қаласының өзегі. Яғни айтқанда Қызылорда қаласынан біз осы платформасы, Қызылорда қаласы арқылы біз осы платформасын істедік. Қызылорда қаласында бізде тұрақты аймақ, яғни айтқанда Сырдария жағалауы. Адамдар бұл жерде көбіне өзін демалдырып, ойын сергек ұстайды. Яғни айтқанда бұл адамдармен жұмыс жасау әзірге керек емес. Ал бізде одан кейінгі күлгін түсті. Күлгін түсті бұл белсенді нүкте. Яғни бұл жерде адамдар көп кездеседі. Мысалға алғанда, жастар саябағында адамдар көп кездеседі. Бұл жақта яғни проблемалар бар адамдарда бұл мүмкін. Ең шоғырланған және проблемалары көп аймақ бұл қызыл түспен белгіленген орталық базар. Орталық базарда яғни агрессивті стресс көп болуы мүмкін. Міне осындай адамдармен біздің операторымыз жұмыс жасайды. Көріп отырғандарыңызда бағана сіздерге көрсете кеткендей, өз сөзімді қорытындылай кеткендей, түйіндей, яғни біздің операторымыздың ең басты мақсаты бұл бізде қалып тұрғандар психологиялық тепе-теңдікте ұстау. Яғни психологиясын тепе-теңдікте ұстау, әр адамның жан сезімін түсіну. Яғни қазіргі кезде бұндай мамандық иелері бізге тапшылықты түрде қажет. Осындай цифрлық екі қастың ортасында өмірімізде біз барлық өмірімізді цифрлық әлемде агрессивті түрде емес, өзіміздің жанымызды түсінетін мамандармен жұмыс жасаумен де өткізуіміз керек. Менің осы жұмыс аясында ұсынғым келетін ұсынысым, осы мамандықты жобаға асырсақ, қолымыздан келгенше. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.